Аяулым 17 жаста. Мектеп бітіріп жатыр. Көзі мөлдір, арманы университет, актриса болу. Әкесі науқас, анасы шаруамен. Үйде ақша жоқ. Аяулым кейде кешке интернет кафе барып түлекті көйлек қарап отырады. Бір күні анасы жылап отыр. Қызым, үйімізге қиын болып тұр. Ағаңның отасы керек. Көмек беретін адам бар. Тек сен. Мен не істеймін? Саған тұрмысқа шығу керек. Ол адам жағдайы жақсы. Келесі күні ауылға Сапарбай шал келеді. 80-де. Малшы, бай, 3 әйелі өліп кеткен. Ауылда беделі бар. Ісі жоқ, көзі боз. Бірақ ақшасы бар. Аяулым үнсіз. Кешке қуыршағына қарап отырады. Бөлім 2, той және ішкі күйреу, 5:00-10:00. Ауылда азғана той өтеді. Аяулым ақ көйлекпен отыр. Жанарында ешқандай қуаныш жоқ. Сапарбай мәз. Қарттың бағы жанды дейді үлкендер. Түнде шалдың үйіне апарады. Ескі көрпе. Шал, бүгіннен бастап менің әйелім боласың. Мен сені баққызам. Бірақ тыңда. Аяулым бөлмені қарап іштей сынып отыр. Сол түн оның бала күнін бір жолы өлтірген. Бөлім 3, қашып кету және бірінші сәтсіздік, 10:00-15:00. Күндер өтеді. Аяулым үнсіз тірлік етеді. Қара жұмыс. Ыдыс, кір, сиыр. Бір түнде ол қашпақ болады. Бірақ жолда шалдың інілері ұстап алады. Енді қашсаң, жалаң аяқ кетесің, деп айқайлайды шал. Аяулым түнде жылап өзіне өзі. Мен тірі бейіттімін дейді. Бөлім 4, мектептегі мұғалімнің күдігі, 15:00-20:00. Мұғалімі Айгүл апай бұрын аяулымды оқытқан. Бір күні дүкенде кездесіп қалады. Аяулым көзіне тік қарай алмайды. Қызым, бәрі дұрыс па? Иә, деп өтірік жауап береді. Айгүл апай ауыл әкімдігіне, кейін полицияға хабар береді. Бірақ шалдың беделі күшті. Іс жабыла жаздайды. Бір күні Айгүл апай аудан орталығындағы журналистке жазады. Бөлім 5, журналистік тергеу және бар шындықтың ашылуы, 20:00-25:00. Журналист Жанар келіп ауылда жасырын түсірілім бастайды. Сапарбай шалдың үйін, қыздың түрін, көршілердің сөзін бәрін таспаға түсіреді. Ол бейне жазбаны YouTube-ға жүктейді. Ел дүрлігеді. Аудан прокуратурасы іске кіріседі. Полиция екінші рет келіп аяулымды үйден алып кетеді. Шал қарсылық көрсетеді, бірақ видео дәлел болғасын қамауға алынады. Бөлім 6, еркіндік және ақырғы үміт, 25:00-30:00. Аяулымды психологиялық оңалту орталығына апарады. 3 ай бойы үнсіз. Бірақ бір күні сурет сабағында өзімен шалдың бейнесін салады. Қызыл, қорқыныш, қара, үнсіздік. Психолог оған қарайды. Бұл ненің суреті? Бұл менің түрмем. Бірақ келесі күні аяулым кішкене күлімдейді. Мен өмір сүргім келеді. Ол колледжге оқуға түседі. Сахнада шағын рөл ойнайды. Келін емес, құрбан болған қыз қайта тірілді. Осы сценарий толық 30 минуттық әсерлі, драмалық видеоға толықтай жетеді. Видео жасайық па осы оқиға бойынша? Иә, жаса десеңіз бірден іске кірісем. Вы сказали. Арасындағы цифрларды алып таста. Чак сказал. Төменде цифрсыз, бірақ толық 30 минуттық драмалық, шытырман, әсерлі сценарий дайын. Стиль, көркем шығарма, шынайы негізде, ішкі эмоция мен драманы тереңдетіп жеткізеді. Сценарий, келін емес, құрбан. Аяулым 17 жаста. Мектеп бітіріп жатыр. Арманы көп. Актриса болғысы келеді. Қуыршағын әлі тастамаған. Бірақ үй үшін қаржы қысқан. Әкесі ауырып қалған. Анасы қолынан келгенін істеп жүр, бірақ жетпейді. Бір кеште анасы үнсіз отырды. Жылап алғаны білініп тұр. Қызым, бізге көмек керек. Ағаңның емі қымбат. Бір адам көмектеспекші. Аяулым сезіп отыр. Не істеуім керек? Ол тұрмысқа шығуымды сұрап отыр. Келесі күні Сапарбай шал келеді. Сақал басқан, көзі боз, тісі жоқ. Бірақ қалтасы қалың.
Ауылдың байы. 3 әйелі өліп кеткен. Аяулымды алам. Менің соңғы бақытым болсын деді. Анасы үнсіз. Әке жымиып мақұлдай салды. Аяулым ештеңе демеді. Ол түнде қуыршағын құшақтап ұзақ отырды. Той жасалды. Даңғазасыз жұпыны. Қыз ақ көйлекпен, жанарында бос кеңістік. Қарт мәз. Кешке қарай оны шалдың үйіне апарды. Бүгіннен бастап менің әйелім боласың деді шал. Түн қараңғы бөлме. Үнсіздік, жылаған дауысты тек іштегі айна ғана естіді. Бірнеше апта өтті. Аяулым күні бойы кір жуып, мал қарап, тамақ істеп үнсіз жүрді. Бір түні есікке қарай жүгірді. Қашқысы келді. Бірақ қақпадан өте бергенде шалдың інісі ұстап алды. Қайда барасың? Деп сүйреп әкелді. Егер тағы қашсаң, аяқ киімсіз қылам, деді шал. Аяулым қайта бөлмесіне кіріп, терезеге қарап отырды. Мен тірі бейіттімін деді іштей. Бір күні дүкенге шығып қалған сәтте, бұрынғы мұғалімі Айгүл апай көріп қалды. Аяулым, бәрі дұрыс па? Иә, деді қыз көзін тайдырып. Бірақ Айгүл апай сенбеді. Ауыл әкімдігіне, полицияға хабар берді. Бірақ шалдың беделі күшті. Барлығы үнсіз. Сол кезде ол журналист Жанарға хабарласты. Бізде бір қыз бар. Тірі болса да тірі емес. Жанар келді. Жасырын түсірді. Қыздың жүдеу бейнесі, үйдің жағдайы, көршілердің пікірі, бәрі камерада. Сол видеоны интернетке жүктегенде ел дүр сілкінді. Бұл не масқара? Деп шу шықты. Полиция тағы келді. Бұл жолы нақты бұйрықпен. Қызды үйден алып шықты. Шал қарсыласты, бірақ бейнематериал шешуші болды. Қамауға алынды. Аяулымды оңалту орталығына апарды. Күндер үнсіз өтті. Бірақ бір күні сурет сабағында қара түспен қабырға қызылмен адам салды. Бұл не? Деді психолог. Бұл менің түрмем. Кейінірек аяулым сәл жымиып кітап ашты. Онда театр факультеті жазылып тұрды. Мен бәрібір сахнаға шығам. Бірақ енді шын өмірмен. Ол өсті. Адам болды. Құрбан емес. Қайта туған.